Да, бастай берсек. Бүгін қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Арал аудандық ветеринарлық станциясы шаруашылық жүргізу құқығында коммуналдық мемлекеттік мекемесінің екінші санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсат алу бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау. Күн тәртібі қоғамдық тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушысының 2021 жыл 3 тамыздағы 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау регламентін таныстыру еткен. Тақырыбы Арал аудандық ветеринарлық станциясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің екінші санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсат алу бойынша күні 10 тамыз 2026 жылы. Өтетін орны Арал ауданы 87 Дүзбай Лесков көшесі 16 басталу 10:00-де, аяқталу 11:00-де. Бағдарламаның жоспары қатысушылар тізімі қоғамдық тыңдау кіріспе сөзі. Онда 05-те өту керек, онда 10 кеткеннен 10-нан 15 кеткенше қоғамдық тыңдаулар төрағасы мен хатшысын сайлау. 10-нан 15-тен 10-30-ға дейін баяндама. Табыс жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілдері. Үшінші өту ғой. 10-30-дан 10-40-ға дейін сұрақ жауап барлық қатысушылардың қатысуымен 10-40-тан 10-45-ге дейін талқылау қорытындысы қоғамдық тыңдауды жабу. Қоғамдық тыңдаудың хатшысына өз ұсынуға сөз береді. Есім Құлтаев Төрехан Тот Алырыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженер-эколог маманы болып табылам. Егер ешкімде қарсылық болмаса, бір қолдарыңызды көтеруіңізді сұраймыз. Хатшыға ешкімде қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ. Жақсы. Аш онда. Регламентке сай жоспармен жоспарды тыңдау өткізілді. Баяндамашы сөз жүргізді. Саламатсыздар ма? Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Жолдасым Дәулет Асланұлы, Талас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженер-экологы. Бүгінгі сіздердің назарларыңызды қоғамдық тыңдауға шығарылып отқан тақырып 2026-2030 жылдарға арналған Арал аудандық ветеринарлық станциясы үшін екінші санатты объектілер үшін экологиялық рұқсат алу арналған жобалық құжаттамалар бойынша қоғамдық тыңдау. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың негізі Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу. Бірінші, мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Нысан туралы негізгі ақпарат. Осы бүгінгі нысан екінші санатқа жатады. Қызмет түрі ветеринариялық қызмет болып табылады. Арал ауданының аумағында Арал аудандық ветеринарлық станциясы 24 ветеринариялық пункт және биоқалдықтарды жағуға арналған орнатылған 4 алаң бар. Сондай-ақ Арал аудандық станциясы балансына газ 33-086-74 базасына орнатылған жылжымалы крематорий бар. Жобалық құжаттаманы әзірлеу экологиялық рұқсаттың қолдану мерзімінің аяқталуына байланысты жасалып отыр. Көрсетілген схемада осы орналасқан жері көрсетілген. 2026-2035 жылдарға арналған Арал аудандық станциясы үшін екінші санатты объектілер үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. Бірінші, 2026-2035 жылдарға рұқсат етілген шығарындылардың нормативтер жобасы. Екінші, 2026-2035 жылдарға
арналған қалдықтарды басқару бағдарламасы, үшінші 2026-2035 жылдарға өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы, төртінші 2026-2035 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Алаңдар бойынша барлығы 26 ауа бассейн ластау көзі бар. Олардың 80-і ұйымдастырылған. Атмосфералық ластануының негізгі көздері КР-1000 тұрмыстық жылыту пештері, бензогенераторлар, көмір сақтауға арналған қоймалар және күл сақтауға арналған контейнерлер болып табылады. Әзірленген нормативтерге сәйкес атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы саны нормативтерге қол жеткізілген жылға 2026 жылы 26,239 56,67 тонна жыл. Оның ішінде қатты заттар 10,06 66,69 03,09 тонна жыл, газ тәркіш және сұйық заттар 16,17 28 97 72 58 тонна жылды құрайды. Атмосфераның ластануының негізгі көздері тұрмыстық жылыту пештері. Көрсетілген көздердің барлығы тұрмыстық жылыту пештеріне жатады. Қыс мезгілінде жылумен қамтамасыз ету үшін тұрмыстық жылыту пештері орнатылды. Көмірмен жұмыс істейді. Көмірдің жылдық шығыны 240 тоннаны құрайды. Атмосфераға зиян заттар бөлінеді: азот, көміртек оксидтері, биорганикалық шаң және күкірт диоксиді. Шығарудың ұйымдастырылған көзі: көмір сақтауға арналған қоймалар нөмірі 6009-дан бастап 6119-ға дейін көмір сақтауға арналған қоймалар болып табылады. Көмірді сақтау кезінде атмосфералық ауаға биорганикалық шаң бөлінеді. Шығарудың ұйымдастырылған көздері: күл кош контейнерлері 6010-нан бастап 6120-ға дейін осы күл кош контейнерлері болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бақылау мыналарды қамтиды: атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, табиғатты қорғау талаптарын сақтау және ішкі тексерулер жүргізу жатады. Шығарындылар мониторингі 90-на бір рет кезеңділікпен 80 ұйымдастырылған көздердің аспаптық өлшемдерімен көзделген. Бақылау нәтижелері бойынша есептер рәсімделеді. Анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылданады және жол берілетін шығарындылар нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етіледі. 2026-2035 жылдарға арналған атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі төмендегідей көрсетілген: азот оксиді, азот диоксиді, көміртек оксиді, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, бензопирен, формальдегид, алкандар, тоқтатылған бөлшектер құрамында кремний диоксиді бар, биорганикалық шаң, осы сияқты заттар ластаушы заттар болып табылады. Енді қалдықтарға келсек, қалдықтардың жинақтау лимиттері 2026-2035 жылдары қалдықтардың түрі: майланған шүберек жинақтау лимиті 0,100-1, қатты тұрмыстық қалдықтар жинақтау лимиті 13 тонна, пысықталған РСЛ 0,0054, медициналық қалдықтар 5 тонна, пайдаланылған шиналар 0,08, пайдаланылған майлар 0,8, қалдық аккумуляторлар 0,7, пайдаланылған фильтрлер 0,04, күл қалдықтары 72,15 тоннаны құрайды. Барлығы 2026-2035 жылдарға 90,74-94 тонна қалдықтарды құрайды. Енді сумен жабдықтау және су бұру бойынша сумен жабдықтау жобаланған жұмыстар ауданында тұщы су көздері жоқ. Ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктер үшін техникалық және өртке қарсы мақсаттар үшін сумен жабдықтау автоцистерналармен және әкелінетін бөтелкедегі сумен жүзеге асырылады. Тұщы су көздері жоқ. Арнайы су пайдалану қарастырылмаған. Су бұру: ағынды сулар арнайы ыдыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және шартқа сәйкес мердігер ұйым
оны шығарып отырады. Жер үсті, жер асты суларына және жер бедеріне су ағызу жоспарланмайды. 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Бірінші, атмосфералық ауаға мониторинг жүргізу, яғни санитарлық қорғау аймағына мониторинг жүргізіп отырылады. Жыл сайын іргелес аумақты тазалау, яғни таза бейсенбі акциясын өткізіп отыру. Үшінші, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, есепке алу, кәдеге жарату және оларды мамандандырылған ұйымдарға уақытылы тапсырып шығарып отыру қалдықтарды. Кәсіпорын аумағында жинақталған қалдықтарды. Төртінші, қызметкерлерді экологиялық оқыту, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша семинарларға қатысу, яғни мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында жүргізіледі. Бесінші, санитарлық қорғау аймағына іргелес аумақты көгалдандыру және оны күтіп ұстау. Шекті рұқсат етілген концентрациялар талаптарын сақтау мақсатында көгалдандыру жұмыстарын үнемі уақытылы жүргізіп отыру, оны күтіп ұстау. Соңғы біздің сіздердің назарларыңызға қоғамдық тыңдау бойынша баяндама презентация осыны аяқталды. Өз сұрақтар болса, қосаңыздар болады. Сұрақтар ма? Сұрақ жоқ. Айтар еді. Жоқ, сен жүріп отқан биотемический кешеге соңғы салынатын ғой, ол әлі Аралдағы қала құрылысы бөлімінде тұр әлі. Бізге аудан өткен жоқ. Бая бұрыннан жатқан бір яма бар, сол яма бойынша ғой. Бұл жаңағы экология рұқсатының аяқталуына байланысты. Иә, соны рұқсат алуымыз керек қой біздер заң бойынша. Соның биыл срок біткен. Енді 26-тан 35-ке дейін 10 жылға. Иә. Жоқ, оны енді аударамыз, акимат аударып бере алмай жатады. Табиғи ресурстар, сізде сұрақ бар ма? Порталда сұрақтар болған жоқ. Сұрақ жоқ болса, онда барлықтарыңызға қатысқандарыңызға рахмет. Спортына жүргізу. Басқа сұрақ болса, қуанып тыңдау, жауап береміз. Рахмет. Жақсы. Recording stopped.